Ассалаумағалейкум. Мынау енді менің алдыма бір 10 мың адамнан астам келген шығар. Осыған дейін барлығының қоятын сұрағы бір, мен жазып қойсам да, бұған енді арнайы видео түсіріп жауап бермекшімін. Мына алтын қоңыз қандай нәрселерге ем деп. Менде енді бір адам келеді, артынан кейін бір 5-6 танысы келетін болғасын, бұл нәрселерді қайта-қайта түсіндірмей, осы видео форматында жолдауды жөн көрдім. Мынау енді алтын қоңыз, мынау еркектердегі простатит деп жатады. Негізінде нақты проблемасын айтпесем, мен соларға қарай нормаларды анықтаймын. Мысалы, слабость болады, я болмаса тез бітіріп қою, таңғы ерексе, потенцияның төмен болуы деген сияқты, және де тез бітіріп қою деген нәрселер бар ғой, солардың барлығына ем. Осы алтын қоңызды бір 3 аптаның ар жақ бер жағына ішеді. Адам организміне байланысты мен өзім нормаларды тағайындап отырамын. Осыған дейінгі қолданған емдеріңіздің нәтижесі болмағандығынан көбісі осы алтын қоңызға заказ беріп осымен емделіп жатады. Егер де сізде жаңа аталған жоғарыдағы ауруларға қатысты, яғни простатит болсын, тез бітіру болсын, соларға қатысты емделіп бастағыңыз келсе, көрсетілген нөмірге хабарласыңыз.